Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін 1-ші қыркүйек, білім күні. Барлықтарыңызға құтты болсын. Бұл күн, бұл жыл мен үшін ерекше күн. Менің тұңғышым 1-ші сыныпқа бара жатыр. Осылай дайындалып, сықитып киіндіріп алып, мектепке бардым. Мектебіне партасына отырғыздым. Осылай әр сынып, осылай формалары бар, әр сынып бөлек-бөлек шарлар. Бізде мынандай көк шар ұстады. 1-ші Г сыныбы. Басқа сыныптар басқа түрлі шарлармен осылай біздің іс-шарамызды бастап кетті. Өте керемет болды. Енді балаларымызға сәттілік, жақсы білім алып шықсын, Құдай қаласа. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ата-аналар. Біз сіздермен бүгін қайта көріскенімізге өте қуаныштымыз. Ұлан байтақ еліміздің барлық мектептерінде бүгін жаңа оқу жылы басталды. Ал біздің мектепте жаңа оқу жылындағы 1-ші мектептік мереке. Сәлем саған мектебім, сәлем білім ордасы. Жасыл бақты көктемім, жастық шақтың ордасы. 1 сентября – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог, кто впервые сядет за парту, сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной, открытой школьной дороге. Здравствуй, школьное утро, здравствуй, школьный звонок. Ты, проснувшись как будто, вновь зовешь на урок. 1-ші қыркүйек күні тек қана білім ғана емес, сонымен бірге биылғы жылы болатын бір қатар іс-шаралармен де байланысты. Бүгін біз мектебімізге 1-ші сынып оқушыларын қабылдағалы жатырмыз. 1-ші сыныптарымыз алғаш рет біздің мектептің табалдырығын аттайды. 1-ші сынып оқушыларын олай болса барлығымыз құрмет қошеметпен қарсы алайық. Оқушыларды қарсы алыңыздар. 1-ші А сыныбы Сейтқасым Шамшат апайымыз.
Биыл 1 қыркүйек күні осындай милиция ағайлар дейміз ба, осылар келген екен. Мен баламды іздеп жүрсем, осылай әр сыныптан 2 оқушыдан алып, осылай өздерінің формаларымен, өздерінің жаңағыдай жол жүру ережелерімен, тағы да басқа жаңағы өздерінің киімдерінің қалай тұратынын, қалай боялатынын барлығын өздері үйретіп, осылай суреттерді боятып жатыр екен. Өте керемет. Қазір 11-10 класстарды да сыныптарды жинап, жол ережесімен, тәртіппен барлығымен таныстырып, осылай өздерінің қызметтерімен бөлісіп отырғанның жайы бар.